Mangistauda endi jaylab жатқан түркмен себебі Mangistau деген Түркменстанның жері ғой. Түркмендер жағы осы жерде тұрған. Содан осы жерде 362 әулие болса, соның 300-і түркмен осы жерде жатырған. Шопановта да түркмен, Қатем әулие де түркмен. Осы жерге жерленген. Біздің ана Сүйік әкеміз әулиеден әулиеге аттауға болмайды деп, осы жерде қоныстанған, бізде құдығы бар Сүйік әкеміздің. Сүйік әкеміз молда болған, адам емдеген. Содан жағы жерде 5 километр жерде Жамбы ауылы бар, айым жатырған. Соған жерлемей, Қатемнен аттамайым деп осы жерге жерленген Сүйік әкеміз. Қасында інісі жерленіп жатыр, Ағылман деген. Сосын мынау Қатем деген түркмен, осы 90-93 жылы Бақтал екеуміз келген кезде осының несін жаңартып атты. Түркменстаннан келіп. Жиенімізді сөйлеп айтты. Сол үстіңгі жағына сол капелін салып жасап, сол 92-93 жасап жаңартып кетті. Сол Қатемнің ары бетінде әйелі жатыр, кемпірі, қызы жатыр. Сол осы жерде. Мынау енді үлкен қауым, бұл жерде енді бәр ұрудан бар, бірақ енді қазіргі Маңғыстаудың тарихы бойынша бұл жердегі матайлардікі дейді. Үлкен матайлар осы жерде жатады. Матайлар, мына түнек қананды салған матайлар осы жерде суымен де осы жерде қамтамасыз етіп, мына жолдың бәрін ашып жүрген матайлар. Мына үйді салып жатырған кезде біз Бақтал екеуміз келіп азғана көмектесіп кеткенбіз кезінде. Қызықбай деген болды, осы бәкендердің бастығы болды, арайдың. Қайтты, осы жерде жатыр. Сол кісі өле-өлгенше қамтамасыз етіп тұрды. Одан кейін қазір матайлар. Осының бәрі мына ішінде тазалығын, мына айналасындағы нәрсенің бәрін қамтамасыз етіп жүрген матайлар. Сондықтан матайдың қауымы деп айтылатын бұл. Сондықтан жаңа атамыздың мынау намаз оқыған жері деп осы қалған. Біздер баяғы 90 жылдар келгенде мынау түнек қанасы болып, мынау сарайы болып, осы жерде қарайған садақалар өткізген. Содан кейін матайлар жаңағы өздері тұна жерін түнек қана салып, тоғын келтіріп қойып. Мына жерде бәрі бар еді. Тоғын келтіріп, бәрі келтіріп. Енді сол атаның басына қарай бар еді? Кейін десіңдер деп қойшы. Алмас молда қайда екен сіздерге? Билеп отырған. Ойнаман балдар. Ойнаман. Ромиктан бәрін білесіз ма, не екен? Қайда келгенімізді? Қапқалары кетіп қалып үстінде баса бер. Адам қайдан болса үшінде? Адам жоқ қой, жорында ейді. Беріне таспа. Таспа. Бұрынғы қорымдар ғой. Сөйлеп қойдыңыз ба? Бақталы мен қасынан кетпейді дейді маған. Айтайын Бақталы жоқ айтайын. Мына қай жылдар өмір сүрген ағашы? Жазылмаған ба? Жазылған 18-ші ғасыр ғой. 18-ші ғасыр. Арабша жазылған екен кезіндегі. Қатем ата. Балдар сендер ұят қой сендердікі. Арғара кет, арғара, барма, арғара. Анеқа. Ке, отырыңдар меқа. Құдай, бұларға не отыр? Бәрі келді ма? Байлайсыңдар, байлайсыңдар.
Бәрі келді ма? Байлады. Мынау енді жаңағы айтып жатырмық қой. Хатам әулие деген хатам деп айтылады, хатим деп айтылады. Руы қожа болған. Қожалар деген негізгі дін таратушы ғой енді. Қожа деген түркменде де бар, өзбектерде де бар, қазақтарда бар қожа деген. Олар деген жаңағы дін таратушы болған. Алла тағаланың қалауы бойынша осы жасады. Сондықтан енді мына атамыз хатим әулие деп айтылады, осы кісі. Сондықтан енді осыған тағзым етіп келіп отыр. Алмасбек қайда екен? Бар ма? Ал оқы. Молда. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله жаратушымыз осы оқылған құран сүрелері Абдул Қожа оғлы Хатам атамызға және де осында жатқан барлық марқұм болған әулие аталарымыздың аруақтарына арналады. Жатқан желін жәлі етіп, топырағын толқыта көр, е Аллам, қабір азабынан сақтай көр. Біліп білмей істеген күнәларын кешіре көр, е Аллам. Еліме амандық, халқыма тыныштық бере көр. Амин. Үлкенге денсаулық, жастарға бақ бере көр, е Аллам. Я Аллахым жаратушым, бір өзіңе ғана құлшылық етме. Аллаху акбар. Мен жиендерім молдау ғой. Ауылға барсам мен ұшталып жүрем, мына келсем алмас ұсталып жүрем. Бір адам шығарады деп болған екен. Адам шығармай қойсын ғой. Ал енді мына жағып сәл тағзым етіп, сыйынып. Ауыланда. Жақ, спичка бәрі бар. Біз мана келіп кеткенбіз, Рамазанға бәрін айттым осы жерде. Сүйеуге келін бәрін көрсеттім мен, Айса балама бәріне. Да? Мен балам. Доғаларын қабыл болсын. Айналымнан артында айналым. Біз өте бердейсіз? Мінез бар, айымдардың мінез бар ғой. Айымдарда бар ғой мінез бар? Айымдарда мінез бар мінез ғой. Ай, ол да жақсы айтып отырады, жақсы айтып отырады. Жақсы емес пе? Қойса ай қойсын, тұрмайсың ғой? Туатындар айналып. Дейді? Туатындар айналып. Ай, туатын айналып. Айбарсын, қарап қоймайды мынау да бар. Қоймайтындар отыр. Маған бұл деп жүреді. Қалаваттан білуін тұлтағы. Зияда, әже бүйттің сабақ жақсы оқиды деп айтсам. Жетпей қалды ма? Елу рет айналды. Егіз туатын еш?
Айнап болсын деп отырмын. Айымдар мен ішім сақтай көрін. Ішім жарады, ішім сақтай көрін, айымдар. Белің ауырады дейді. Айбас, артында да андай ғой. Айбас. Ахат. Ау жан. Мама, не қалды? Жағып отыр, белге, ішіме, артыма, бәрін. Айымдар мен сақтаң, мен сақтай көрін. Қалғандар, Құдай сақтасын, қалғандар. Мен сақтай көрін. Қожам? Шуламаң. Қатен мен түгім. Кіресі қожа. О, мәме, түкімді емесі атам. Айымдар шығады. Не де болса, қауыл болсын. Ай, Назира қойшы. Нағашы. Неше рет? 50 рет. Міне. Рахман рахим. 40 түткі керемет. Май жермекші. Вот деген әдем бұл жаны бар. Қабыл етсін. Ол күшіп. Рамазан, сіз бітмей. Сабақ жақсы оқиын де. Айт, өз ішін айт. Сен арсайын. Екі рет айналдым. 48 рет бар. Айт, тіліңді қабыл ет. Ата. Мен айнал. Балам, мен балам. Сабақ жақсы оқиын. Жақсы олайын деп тілің. Оу жаным. Баба шауып кетесің. Ақмама қайда екен? Ақмама сұрадың ба? Ақмама қайда деп сұрадың ба? Кімнен? Бабаштан? Ақмама келмей қалды ғой бүгін. Мен балама. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله جل شيء осы оқылған құран сүрелері абдал қошанұлы атамызға рухына арналады. Жатқан жерін жайлатып топырағын торқетте көр я Аллах, қабір азабынан сақтай көр, білмей істеген күнәләрін кешіре көр я Аллах. Жатқан жерін жайлатсын я Аллах, бір өзіңе ғана құлшылық етме. Аллаху акбар. Күлән қабыл болсын. Әдем жарғат екен. Балама берем. Балама. Бұқарадан келген молда. Ала, ерлерде бөліп берсеш бұл жерде алатындарды. Берің мен. Айсаға берді ғой. Бөліп бермейді ма, Күлән? Қалай беремін? Ана тара берем. Мен беліме. Оқыды ма? Мен беліме. Сау. Ем болсын. Сау. Сау, мама. Сау. Белім ауырады. Бол. Қолдарын жет көрмесін. Айналайын. Алмаса керісі айнал дейсің.
Al şuraya ver.